Сіздер апта ақпараттық сараптамалық хабарын көріп отырсыздар. Біз өткен апта жаңалықтарына тағы бір үңіліп, болған оқиғалардың себеп салдарына ой жүгіртпекпіз. Қопа көлінің жағасына жаңа мөлтек аудан қашан жайғаспақ? Көкшетау күл-қоқыстан әлі арылар емес. Санитарлық дәрігерлер жүргізген рейд осыны көрсетіп отыр. Өмірге құлшыныс және жеңіске ұмтылыс. Аптадамы паралимпиадалық ойындарға қатысуға үміткер Олег Гридасов. Қопа көлінің жиегінен жаңа мөлтек аудан салынатыны жөнінде біз өткен хабарларымызда айтқан болатынбыз. Жаңа мөлтек аудан заман талабына сай болмақ. Самұрық қазына қорымен екі арада меморандумға қол қойылды. Іс алға басты. Бұл жоба бойынша 6 көп қабатты кешен тұрғызылады. Оның үстіне аталмыш жоба тек қана пәтерсіздердің мәселесін шешіп қоймайды. Сондай-ақ бірқатар әлеуметтік нысандар есік ашады. Жаңа үйлердің бірінші қабаттарында мектеп, балабақшалары орналасады. Жағалауда жабдықталып, демалуға қолайлы орындар, қайықтар қайырылмай келіп, егартар мүйістер жасалады. Тұрғын үйлердің үлесі 200 мың шаршы метрден асып жығылады. Осы көңіл толқытар көрікті жоба қашан, қалай жүзеге аспақ? Алдағы бейнебаян осы туралы. Алдағы 4 жылда Қопа көлінің жағасында тұрғын үй құрылысы басталмақ. Бұл орында 5 және 12 қабатты баспаналар болады деп күтілуде. Сондай-ақ бұл жерде мектеп, балабақша құрылысы, демалыс алаңдары, бақ толықтай абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Коммуникациялық желілер жаңартылып, тұрмыстық қалдықтар төгілетін арнайы жүйе болмақ. Дело в том, что сейчас очень много новых технологий. Бұл үйлердің құрылысы кешен түрде болады. Яғни баспанамен қатар дәріхана, көлікке арналған орын, дүкен, балалар алаңдары болады. Көкшетау көлдің жағалауында орналасқан ерекше қала. Егер жоба сәтті жүзеге асса, бұл орын қаладағы ең әсем жерлердің біріне айналады. Құрылыс жұмыстары Темірбеков, Әуезов пен Сорклет Октября көшелерінің қиылысында жүргізіледі. Құрылыс орны 200 мың шаршы метрден асады. Бүгінде көлдің маңы күл-қоқыс пен тұрмыстық қалдықтарға толған, суы лайланған. Ал облыс орталығының тұрғындары бұл орынға құрылыс жүргізу уақыт талап екендігін айтады. Такое место упускать просто. Бұл жерді мақсатты пайдаланбау қылмыспен пара-пар, түбегейлі өзгертіп, әсем орынға айналдыру қажет. Ескі үйлер өте лас орын қаланың сәнін кетіріп тұр. Бұл жерге әрине құрылыс жүргізіп, көгалдандыру жұмыстарын қолға алу қажет. Озеро Қопа. Қопа көлінің маңайын абаттандырудың уақыты ертеден ақ келген. Бұл уақыт талабы. Биік тұрғын үйлер салынатын болса, тіптен жақсы болады. Жаңа тұрғын үй кешенінің құрылысы биылғы жылдың күзінде басталады деп күтілуде. Бүгінде ескі үйлерді жер телімдерінің иелерінен сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көкшетау қаласының тұрғыны Данияр Омаров мына үйде бала кезінен бері тұрып келеді. Енді оның баспанасының орны көп қабатты үй салуға сатып алынады. Бұл үй 45 мың долларға бағаланды. Оның отбасын бұл сома қанағаттандырып отыр. Енді мен бұл қаржыға шамалы қаражат қосып, жақсы пәтер сатып аламын дейді ол. В этих домах жить невозможно, потому что они уже тонут. Бұл үйде тұру мүмкін емес. Көктем мен күзде сыздартып тұрады. Қыста өте суық. Сондықтан орнына жаңа баспана сатып алатыныма қуаныштымын. Ал Сталина Ивановна өз үйінің бағалаған қаржысына келіспейтіндігін айтады. Бұл баспананы 41 мың долларға бағалаған. Бұл үйдің салынғанына тіпті 72 жыл болыпты. Дом у меня старый. Менің үйім ескі, бірақ мен үшін бұл үй ыстық. Олар маған Шанхайдан жер үй сатып алуға кеңес беруде. Мен оған келіспеймін. Маған дәл өзімнің үйімде шаршы метр баспана мен жер телімі қажет. Тым болмаса 60 мың доллар берсін. Бұнда ескірген үйлер мен жер учаскелері 100-ден асады. Баспаналардың барлығының 70-80% ескірген. Бүгінде 26 үй иесі ескерту қағаздарын алды. Оларға қаржылай ақы беру жұмыстары қарастырылуда. Бағалауда лицензиясы бар тәуелсіз астаналық компания жүргізген. Тұрғындар баға төмен, бағалау жұмыстары дұрыс жүргізілмеді деп отыр. Сондықтан қайтадан бағалау жұмыстары жүргізілетін болады. Барлығы заң шеңберінде. Қайта бағалау қорытындысы тұрғындардың көңілінен шығатын болса, сол бойынша жұмыс істейтін боламыз. Егер тұрғындарды тағы қанағаттандырмаса, онда біз сотқа береміз. Одан кейін ол жерлер заң шеңберінде мемлекеттік қажеттілік ретінде алынатын болады. Қайта бағалау жұмыстарына жергілікті бюджеттен қосымша 168 мың теңге қаржы бөлінді. Никоим образом не ущемляя их.
Тұрғындардың құқықтары бұзылмайды, бірақ жер учаскелері мемлекеттік қажеттілікке керек болса ғана тәркіленіп алынады деп ел конституциясында көрсетілген. Құрылыс жұмыстары үшін 26 үйдің орнын сатып алу мен орын дайындау үшін облыстық бюджеттен 110 миллион теңге бөлінді. Жер телімдерін сатуға дайын тұрғындар құжат рәсімдеу жұмыстарын жүргізуде, ал бағасына келіспеген тұрғындар қайта бағалаудың қорытындысын күтетін болады. Мақпал Айбабина, Роза Мантаева, Василий Вережников, Виктор Полянный, Апта. Көкшетау қалалық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық басқарма мамандарының айтуынша, облыс орталығының тазалығы көңіл көншітерлік емес. Жалпыға ортақ талапқа мойынсынбай отырғандардың қатарында шағын және орта бизнес өкілдері көбірек. Мәселен, дәмдеп тамақ ұсынатын дәмханасының дәл іргесінен бір кәсіпкер әжетхана ашып қойыпты. Ас ішетін орынға жапсарлас, әлгі орын ақылы да екен. Санитар дәрігерлер осы сияқты олқылықтармен күресін одан әрі жалғастыра бермек. 2 айдың ішінде ғана тексерушілер 4 мыңнан аса ауызша ескерту жасапты. Бір қатар нысандардың қожайындары айыппұл төлеген. За 2 месяца наложили около 100... 2 ай ішінде 110 адамға айыппұл салынды. Оның көлемі 1,5 миллион теңге. Ең қомақты қаражат ол 30 айлық есептік көрсеткіш.